Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерге қазіргі таңда нөлевой және бірінші және 10 сыныптар бойынша тіркеу өтінім, онлайн өтінім жасау сайтын таныстырып өткім келіп отыр. Бұл сайттың атауы мектеп Smart Nation, сілтемесі мектеп snation.kz сайты. Яғни осы сайтқа кірген кезде жалпы сіздерге мынандай терезе ашылады. Так, міне мектеп қызметтері бірыңғай порталы. Так, жалпы осындай терезе ашылады. Көріп тұрғандарыңыздай, жоғарғы оң жақ бұрышында тіркеу және кіру деген тұрады. Сіздер тіркеу батырмасын басасыздар. Неге? Өйткені номерді сіздер жаңадан сайтқа тіркейсіздер. Тіркеу жүргізіледі. Көріп отырғандай 3 қадамнан тұрады. Бірінші, екінші, үшінші қадамнан. Так, ұялы телефон нөмірді енгізесіздер. Ұялы телефон нөмірі енгізілгеннен кейін жіберу батырмасын басуларыңыз керек. Ол үшін жіберу батырмасын басқаннан кейін сіздерге көрсетілген нөмірге тіркеуді растау үшін 4 санды код барады сол номерге. Яғни сіз ата-ананың номерін тіркейсіз бұл жерде. Ата-ана атынан кіресіз. Ата-ана атынан кіргеннен кейін ата-ананың номерін енгізесіздер. Номер без разница, ол баланың номері бола ма, ол анасының немесе әкесінің номері бола ма, ол без разница. Так, номерді тіркейсіздер. Номерді мысалы жазасыздар. 778 343 98 51 деген секілді. Так, жіберу батырмасын басамыз. Жіберу батырмасын басқаннан кейін сіздер мына жерге ата-анаға хабарласасыздар. Ата-анаға хабарласып, ата-анаға SMS барады. Сол SMS-ті жазатын боласыздар. Так, ата-анадан SMS келеді. Ол SMS-ті хабарласу арқылы аласыздар. 0957 дейсіздер. Мен келісем дейсіздер, жіберу батырмасын басасыздар. Сөйтесіздер дағаны өздеріңіз мынаған құпия сөз қоясыздар. Амалдың барынша бір стандартты пароль қоюға әрекет жасаңыздар. 1-ден 7-ге дейін, мысалы 1-ден 7-ге дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты. Сөйтесіздерді жіберу батырмасын басасыздар. Жалпы сіздер осы сайтқа тіркелдіңіз деп мына жерден көрсетіледі. Хабарлама, құттықтаймыз, сізді аккаунт іске қосылды дейді. Енді так, кіру үшін сіздер мына жерге жаңағы кіру батырмасын басасыздар. Кіру батырмасын басқаннан кейін мына жерге кіру 8775 343 98 51 дейді. Яғни осыны кіресіздер, пароль құпия сөзді жаңа ата-анаға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп қойдыңыздар. Жүйеге кіру дейсіздер. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, номерден қателеспеңіздер. 778. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, жүйеге кіреді. Жүйеге кіргеннен кейін осындай нәрсе шығады сіздерде. Жалпы сөйтесіздерді оң жақ бұрышында мәзір деген тұрады. Мәзір дегенде профайл, балалар, мемлекеттік қызметтер дейді, хабарламалар. Профайлға кіресіз. Профайлға кірген кезде бұл жерде ата-ана енгізіледі. Оқушыны енгізбеңіздер. Ата-ананы енгізесіздер профайлға. Ата-ананы анасы немесе әкесін деген сияқты. Бір кісі енгізіледі. Так, Қазақстан резиденті деп көрсетесіздер. ЖСН-ді жазасыздар. 1-298. Так, сөйтесіздерді таңда ұлты дегенге бассаңыздар, өз автоматты түрде мына жерде ЖСН-іңіз бойынша сізді тауып береді. Осы кісі дұрыс болатын болса, растау деген батырманы басасыздар. Так, растау батырмасын басқаннан кейін, так, өзі данныйлар толық аты жөндері шығады, мекен жайы, осы жердегі барлық функциялар толыққанды толтырылу керек. Так, толтырылғаннан кейін сақтау батырмасын басасыздар. Сақталады. Мына жерде әкесі немесе шешесінің аты жөні осылай шығады сіздерде. Хабарлама өзгерістер сақталды дейді. Одан кейін балаларын енгізесіздер. Баласын көрсетесіздер. Мына жерде егер балаларыңыз болып тұратын болса, осы жерден балаңыз шығады. Немесе сіздер баланы қосу дейсіздер дағаны.
баланы өздеріңіздің аттарыңыздан жасайсыздар. Мысалы ЖСН жазасыз, балаңыздың ЖСН жазасыз, баланың ЖСН жазғаннан кейін жаңағыдай ата ана деп басатын болсаңыздар, өзі ұлты осы жерден баланың несі шығады, мәлімет шығады. Енді сіздерге ары қарай іс-әрекетті көрсетемін қазір. Так, балаларға кіріп баланы қостық. Мысалы баланы қосқаннан кейін енді үшінші қадам сіздерде мемлекеттік қызметтер дегенге кіресіз. Так, мемлекеттік қызметтерге кіресіз дағына бұл жерден көріп тұрғандай белсенді өтініштерді мұрағаты және қосу деген тұрады. Қосу батырмасын басасыздар. Мектепке қабылдау дейсіздер. Мектепке қабылдау дейсіздер дағына қызмет онлайн тапсырыс беру дейсіздер. Так, тапсырыс беру деп басқаннан кейін сіздерге осы Жетісай ауданы бойынша бірнеше мектептер саны шығады. Сіздер қазір жасап жатқан жүйелеріңіз ата-ана тарапынан жүргізіліп жатқан өтініш онлайн. Мектепті таңдайсыздар. Мектептің үстіне бір рет шертсеңіздер, өтініш қалдыру деген шығады. Мектептің сипаттамасы шығады, өтініш қалдыру. Так, өтініш қалдырудан кейінгі мына аралықта сіздің жаңа баланы енгіздіңіз ғой өзіңізге. Баланы енгізгеннен кейін осы жерде баланы көрсетесіз. Так, келесі мына жерде сыныпты көрсетесіздер. Сынып егер 0-й сынып болса 0, бірінші сынып болса 1 деген сияқты. 10 сынып тілді таңдайсыздар. Келесі батырмасын басасыздар. Так, келесі іс-әрекетте сіздерден 3-4 сурет міндетті. Мына жерде жұлдызша, қызыл жұлдызша барлар, ол міндетті функционалды осы жерде файлды жүктеулеріңіз керек. Қосу батырмасын басамыз. Яғни әркім өзінің несіне сақтаған жерінен алады. 3-4 суретті жүктедім. 0.26-ны жүктеймін. Так, 0.26. Так, 0.26-ны жүктеймін. Яғни оқушының 0.26-сы, оқушының 0.63-і оқушыныкі болу керек. Яғни көріп тұрғандарыңыздай оқушының 3-4 суретін жүктедім, 0.26-ны жүктедім және 0.63-ні жүктедім. Сөйтесіздер да келесі деген батырманы басасыздар. Өтінішке өту дейді, басасыздар. Сіздердің жіберілген өтініштеріңіз құжат тексеру жүйесіне өтті. 10 сыныпқа түсуге өтінім бердіңіз. Ата-ана тарапынан сіздердің жасалатын, яғни сынып жетекші ата-ана тарапынан жасалатын жұмыс осымен аяқталады. Сөйтесіздер дағына мәзірге өтіп, шығу батырмасын басып кетесіздер. Болды. Яғни осымен сіздердің жалпы өтініш беру, онлайн өтініш беру жұмыстарың осымен аяқталады.